Баршаңызға сәлем. Мен сіздерге борщты қалай жасау керек екенін көрсетем. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қазанымызға суымызды құйып, етімізді салып, жақсылап қайнатып аламыз. Қайнап шыққаннан кейін көбігінен тазартамыз. Қазанымыздың астын орташа отта жарты сағаттай қайнатамыз. Қазанымыз қайнап тұрған кезде табамызды қыздырып, пиязымызды, сәбізімізді, томатный пастамызды қосып, жақсылап қуырып аламыз. Қуырғаннан кейін қайнап тұрған қазанымызға салып, қазанымызды жарты сағатқа жай отта қайнатамыз. Қазанымыз жарты сағат қайнап шыққаннан кейін дәміне қарай тұзын саламыз, перец саламыз, картошкасын салып, капустасын салып, бәрін бірге тағы жарты сағаттай қайнатамыз. Ал енді борщымыздың заправкасына кірісеміз. Ең алдымен қызып тұрған табанымызға майымызды құйып, қызылшамызды теркадан өткізіп, қуырамыз. Қуырылып жатқан кезде лимонный сок қосамыз. Лимонды сығып, суын қосамыз. Ол жаңа қызыл светті әдемі қылып шығаратын болады. Қосып, кейін борщымыздың ең соңғы уақытысында барлығы піскеннен кейін 1-10 минут қалған кезде қосып бірге қайнатамыз. Сонымен барлығы бірге пісіп, борщымыздың светі де керемет болып шығады. Жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Мінекей борщымыз да дайын болды. Өте керемет светін қараңыздар. Қап-қызыл болып, әдемі болып шықты. Дәмі де керемет болып шықты. Жасап көріңіздер. Келесі видеомда қуырдақты қалай жасау керек екен видео рецептін салам. Сол үшін каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар.